Жақсы, бүгінгі сабағымызды бастайық. Біз осыдан бұған дейін Оралхан Бөкейдің Атау Керей романын бірнеше сабақ қалдырған болатынбыз. Бүгін осы романды оқуды жалғастырамыз. Осы романда балалар қандай тіршілік иесінің айналасында оқиға өрбиді? Араның, иә? Ендеше келіңіздерші, бізде ара сияқты араның ұясын жасайды. Келіңіздер. Оқиғаны шығарманың сюжеттік композициялық талдауын жасап келу керек болады. Ендеше алдарыңызда шығарманың үзінділері берілген, шығармадан алынған үзінділер берілген және сюжеттік композициялық бөлімдеріне сай тұрғалар. Соны сәйкестендіресіздер. Қай үзінді, қай сюжеттік бөлімге сәйкес келеді. Қайсы оқиғаның шиеленісі ма, шарықтау шегі ма, басталуы ма, шешімі ма. Топтық жұмыс ақылдасып, үзіндіні ең алдымен танысып оқып шығыңыздар. Ей қарабара, сен маған еріп жүр, аузыңнан арақ алдыңнан тамақ кетпейді. Рас айтасың ба, алдамайсың ба, деді екі көзімен еріктің қолындағы шөлмекті ішіп жей. Дұрыс па? Қолдағандары бағалаңыздар. Отыра қойыңыздар. Үшінші топ. Талдауды жалғастырамыз. Бүгінгі күнде жазғаныңыздар. Дәптерімізді ашамыз. Қыркүйектің 29-ы. Сабақтың тақырыбы Оралхан Бөкей Атау Керей романы қалыптылығыдан. Осы сабақта қол жеткізетін оқу мақсаты көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтылығымен даралау арқылы өмір шындығын көрсету. Көркем жазып алыңыздар ережесін. Көркем шығармада суреттелетін оқиғаға қатысатын адам, әдеби образ. Кейіпкер көркем шығармада суреттелетін оқиғаға қатысатын адам, әдеби образ. Сабақтарда осы шығарманың сюжеттік желісін талдаған болатынбыз. Алдарыңызда киноматрица әдісімен киноленталар тұр. Спектакльді көрдік, оны да талқыладық. Бұл спектакльден алынған үзінділер. Сіздер осы үзінділерді сюжеттік желісіне сәйкес қылып алдымен рет-ретімен қойып шығып, қандай кейіпкер, оның іс-әрекеті қандай, соны анықтап айтуларыңыз қажет. Ең бірінші балалар, неден басталады сюжет? Аралардан дұрыс айтасыздар, Назерке бастай ғой. Қой ғой, аралар. Шығарманың жинақтап алдық. Енді бұларды жинақтап әрі даралаймыз. Оқу мақсатымыз басайды. Негізгі кейіпкерлер кім, жанама кейіпкерлер кім, және оған көзқарастарыңызды білдіресіздер. Кейіпкерге көзқарас. Жазыңыздар, жеке жұмыс.
еңбекке көзқарасын ең біріншіден өзімшіл, өзінің ғана қамын ойлайтын, бірақ та еңбекке баулып, әкесіне тартпай, үй шаруасына икемі болып өскен. Өзіңіздің көзқарасыңыз. Тамаша. Бағалаңыз Демежан. Қалай плюс минусы? Жоқ, жақсы жақтары. Барлығы толық ашылды ма? Менің ойымша өте дұрыс айтты, себебі ер өзін ғана ойлайды, ол жалпы алда қойған мақсат жоқ, бірақ та сонымен қатар ол араларды асырап тіршілігін жасаған. Тамаша, жарайды, сіз де толықтырып кеттіңіз, отырыңыз. Келесі кейіпкер бізде негізгі кейіпкерлер кім? Тағанды айта ғой. Таған 10 жылына түскен адам аспирантураны бітіріп, жігіттің намыс отаны ақылы болған студент болған кезінде басқа студенттерге лекция айтқан. Оның 2 кандидаттық диссертациясы болған. Аяжан бағалар? Плюс минус. Жақсы айтты ма өзің көзқарасын? Ол жақсы айтты, бірақ менің ойымша Тағанның жаман жақтары да бар. Өйткені ол ішімдік жолына түсіп, өзінің отбасын сақтай алмады. Алдына қойған 2 диссертациясын, ғылыми жобасын ол дұрыс қорғай алмай, содан мүмкін ол егер ішімдік жолына бармаса, мүмкін қазір академик болар ма еді. Екеуміз де толықтырып жақсы айттыңыздар. Келесі бізде қарай. Кім бар бізде? Нюра. Еріктің атасы, ол қамқор болған, сонымен қатар өмірде көп қиыншылық көрді, бірақ түңілген жоқ. Бағалаңыз сіз. Ұтымды айтты ма, ұсынысыңыз бар ма? Ұтымды айтты, жақсы. Келесі қандай кейіпкерлер бар бізде? Жанама кейіпкерлер бар. Оған дейін тағы бір негізі. Айтылайыншы қандай кейіпкер бар? Айна, дұрыс айтасыз? Айта ғой. Айна ол ерліктің әйелі. Яғни ол да көп қиыншылықтар көрген, өзінің өмірінің көп қиын кездер туған. Көзқарасыңыз Айнаның? Көзқарасым, егер мен Айнаның орнында болсам, ерлікті өзіме қарай түзе болушы едім. Ой, керемет, мен сізбен келісем. Жақсы, бағалаңызшы, дұрыс айтты ма, ұсынысыңыз бар ма? Өте тамаша келісем. Келесі бізде жанама кейіпкерлер бар, иә? Жанама кейіпкерлер. Жанама кейіпкер деп отырсың қалайшы? Жанама кейіпкер. Мысалы, жанама кейіпкердің бірі ол еріктің әкесі Хандауыр. Хандауыр ол іске шалақ болса да, бақ көңіл адам, алдалар бәрін жақсы көріп, оны вилка деп атап кеткен. Ол да басынан қаншама қиыншылықтар көрді. 2 рет ол баласын жоғалтты, екеуіне қыз. 2 ретте ол ұлт жауы атанды, бірақ ол елі жері үшін соғысқа аттанады бәрібір. Көзқарасың, соның көзқарастасыз, иә? Бағалаңыздаршы, Бекжан бағалашы, Назеркен. Мен Назеркен айтқан сөздермен толықтай келісем. Өзінің ел үшін, жер үшін қасыққаны қалғанша, сол соғысқа да барып, сол соғыста өзінің ұлтжанды болған себебінен сол қаза тапты, өзінің отаны үшін. Керемет, екеуің де жарайсыңдар. Келесі тағы қандай бізде кейіпкер бар? Келесі жұптық жұмысымыз біздің ақпараттық сүзгі үнемі дәптерлеріңізді ашыңыздар. 3-3-тен 2-2-ден жұптасып, 3 бала және 2 бала. 3 бала, 2 бала, 2 бала. 3-пен 2 бала, е? Жұптасып, ең бірінші біздің негізгі кейіпкерлеріміз Ерік, Нюрапай, Таған туралы балалардың шындағаныздар. Бір негізгі ақпарат, 2 қосымша ақпарат айтуларымыз керек. Жақсы, бастаңыздар. Үшеулеріңіз жақсы. Тыңдаймыз, мына кісілер айтады, ұтымды ұсынысымен айтамыз. Жақсы. Негізгі ақпарат уақыт аяқталды. Ерік еңбекқор, ол монтажшы балалыққа масланған. Өзінің табысын ғана ойлайды, және де ерік жағымсыз кейіпкер ретінде көрсетілгенімен, оның еңбекқоры көпке үлгі болады. Ұтымды жағы ұсыныс? Ұтымды толықтай айтты деп ойлаймын, ұсынысын жоқ. Тамаша. Сіздерде? Қосымша ақпарат. Қосымша ақпарат. Ерік Тағанды өзіне дос ретінде емес, жұмыс ретінде пайдаланған. Сізде? Қосымша ақпарат, ол ауылға жылына 1 рет барып тұрды. Ауылына жылына 1 рет барып. Тамаша. Бағалаңыздар, тағы алып қосымша ақпарат дұрыстады ма, Дилас?
Иә, дұрыс. Жақсы, жарайсыз. Келесі сіздер кім айтасыздар? Айтасыз ба? Нюра Еріктің анасы, өте мейірімді, қамқор, ақкөңіл адам. Ерікті өсіру үшін өзінің бар өмірін арнаған. Келесі қосымша ақпараттар. Қосымша ақпарат, күйеуі қандауыр, халық жауы деп қудаланған, соғыста қайтыс болды, екі баласы шетінеп кетті. Тағанды өз қамқорлығына алып, оған бар көмек көрсеткісі келді, себебі тағаның әке-шешесі Нюраға кезінде көп көмек көрсеткен. Үші құлақпен қалады. Жарайсыңдар, жақсы. Келесі, мына топтан кімдер? Шындық жолына салынған. Және сол шындықтың кесірінен оның бір баласы, бір әйелі одан кетіп қалады. Жақсы, жарайсыз. Келесі қосымша? Таған соңында айдана алып шаммен бірге тұру. Жақсы. Келесі ақпарат қосымша? Бірінші диссертациясы 1950-1940 жылдары Қазақстанның әлеуметтік экономикалық жағдайы туралы. Бірінші диссертациясын ол қорғатпады, себебі оны ЛПТ-ға жіберген. Екінші диссертациясы Алтайды мекендеген ұлттардың тарихы жайлы. Мәтінмен өте дұрыс жұмыс жасаған. Сіз Мұрат бағалаңыздар, мына енді болар сіздердің алдарыңызда қалпағы. Еріктің, Нюра апайдың және тағаның бүкіл эмоциясын, ойындағы іс-әрекетін, осы шығарманың өн бойындағы кейіпкерді даралап, жинақтап шығарады. Ол үшін ең алдымен Аққалпақ директор айтады. Кім директор айтады Аққалпақты? Екінші қалпақ, сары қалпақ жағымды пікірін айтады. Қара қалпақ жағымсыз ой, негативті пікір. Жасыл қалпақ креативті ой. Қызыл қалпақ бізде сезім, эмоция. Ал көк қалпақ қорытынды ойды айтады. Жақсы ойланып алыңыздар, ең алдымен осы ақпараттар бойынша. Содан кейін жұмыс жасаймыз. Қолымыз көтереміз. Уақытты 1, 2, сонымен бірінші топ бізде ақпарат пікірді кім айтады? Ақпарат пікір. Негізгі дерек Нюра апай туралы ол Еріктің анасы және екі баласы шетінеп кеткен, күйеуі қандауыр қудаланып кеткен. Сосын соғысқа барып күйеуі қайтыс болып кеткен. Және де халық жауының әйелі деп қудаланған кезде тағаның ата-анасы Нюраны өзіне алған. Сол қамқорлығын әлі ұмытқан жоқ ол кісі, сондықтан тағанды ол өз баласындай қараған. Жақсы, бағалаңыздар. Қалай айтты, жақсы, дұрыс айтты ма? Жақсы, келесі. Эмоциясы қандай болды? Кім айтады эмоциясын? Айтасыз? Ішік толғанысы. Айтамын. Ішік толғанысы, сен әкең қандауыр үй шаруасына жақын болмаса да, өзің менің әкеме тартқансың. Сен осындай еңбекшіл, еңбекке құмар болсаң да, бірақ бір кемшілігің бар, сол бірақтың ішінде бір талай нәрсе бар. Керемет ой. Бұл мәтіннен алынған нәрсе балар. Қандай дүниені айтады анасы Нюра? Бірақ, сол бірақтың ішінде талай дүние бар. Оның жаңағы ақша құмарлығы, дүние қоңыздығы керемет аспекттерген. Бағалаңыздар. Келесі, креативті ой. Айтасыздар ма? Айтасыздар ма? Өмірде көп қайшылық көрсе де, көңілмен алдыға ұмтылған болатын. Ол тағанды өз баласындай көріп, қамқор болды, адамгершілігі мол адам болған. Баға, келсеңіздер ма? Бағалаңыздар. Келесі жауапсыз. Жағы, Ерікті дұрыс тәрбие алмады деп ойлаймын. Өйткені сондай жаман адам болып шыққан анасында кінәсі бар. Кінәсі бар деп ойлайсыз. Және де тағанды арақтан ішкізбеу үшін до конца аяғына дейін апару керек еді, жай бір-екі айтпай. Жарайды, келісем, сіздер келісесіздер ма? Бағалаңыздар, қорытынды біздің ойымызша Нюра апай өмірінің мұңына мойынсұнбай өз өмірін сүрді. Бірақ та ол
ерке жақсы тәрбие бере алмадым. Келісесіздер ма? Келсеңіздер бағалаңыздар. Келесі сіздерде таған. Креатив той. Егер де мен автордың орнында болсам, бұл жерде жас кезінен бастап Нюра апа қиыншылық көре бастайды. Яғни екі бала шетінейді, күйеуінен айырылады. Бірақ соңында осы қалған жалғыз ұлынан еріктен басқа кейіпкер шығарар едім. Керісінше қамқор, өзінің отбасын ойлайтын, анасы мен әйеліне көп көңіл беретін, анасын осы қартайған шағында өзінің балалардың немересінің қасында қартаятындай сөйтіп жасар едім. Керемет жасушы болар едіңіз сіз. Бағалаңыздар, сіздер қалай ойлайсыздар? Бағалаңыздар, қалай ойлайсыздар? Еліктің, Нюра апайдың және тағаны эмоциясын графикқа түсірулеріңізге болады. Мына топтар кім шығады, бір-бірден шығып түсірулеріңіз болады. Ар жақта мына жақ топтан газетке келе ғой. Ер болған бір арқыша, әрі өздеріңіз бір-бірден артықтарыңызға жүрді. Тақтада тұр. Келесі түсті, өйткені ол диссертацияны қорғай алмай қалды. Жарайсын ары қарай? Ары қарай ол өзінің бұрынғы сыныптасын жолдасын кездестіреді. Көтеріле ма? Жақсы. Одан кейін қандай әсер екен? Ары қарай ол ішімдікке салынады. Түсе ма? Түседі. Көңіл-күйі жақсы. Одан кейін Нюра апай қайтыс болады. Көтеріле ма, түсе ма? Нюра апай қайтыс болған соң оның тағы да түседі. Ары қарай айнамен ол шалды кездестіреді. Шалды кездестіреді. Шал көтеріледі. Жақсы. Одан кейін? Одан кейін ол еріктің бұрынғы әйелі Айнаны кездестіріп, Айнамен бірге өмір сүреді. Өмір сүреді, көтеріледі. Тамаша, жарайсыздар. Келесі өзі шаруасымен айналысып, ақша табу жолдарын ойластырып жүреді, сондықтан көңіл-күйі көтеріледі. Одан кейін ол тағанды кездестіреді. Таған кездестіргенде ол мықты мүмкіндік болады, тағаны жұмыс жүреді. Жарайсыз, ары қарай неге түседі? Нюраның қайтыс болуына түседі, бірақ сондай қатты көп түспейді, анасы қайтыс болғанда. Жақсы. Және айна кетіп қалғанда оның эмоциясы сәл ғана көңіл-күйі түседі. Одан кейін осы жерде ол өзен ар жағында қызға ғашық болады және де араға айналып өлуі. Тамаша, жарайсыз бала. Эссесін жазып келесіздер. Мына ұялы телефонға сабақтан алған әсерлеріңізді жазылады.